біздің азаматтарымыз балаларын мектепке тапсырып берді, дұрыс па? Сеніп сіздерге. Бұл аралас мектеп. Ал сіздер. Мектеп аралас мектеп. Бізде қазақ бөлімі бар, орыс бөлімі бар. Ол аралас маған қызық емес. Мен көшерге директор болып келген кезде 2019 сіздерге баланы тапсырғанда сіз жауап бересіз. 16 класс қана болған. Ол жерде 148 ғана бала болған. Қарлыға шақырыңдар. Сұрақты ауытқымай, нақты жауап беріңізші. Бала санын көбейтіп оны біз бәрі сұраймыз. Біз деген оны сіз міндеттісіз көбейтуге. Оны сіз бізге міндет қылып бүйтіп айтпаңыз. Сіз соған жұмыс жасау керек. Сіз жұмыс жасау керек. Сөзімді бөлмей тыңдаңыз. Сіз сұраққа нақты жауап беріңіз. Мен сізге сұраққа нақты жауап беріп жатырмын. Балалар не себепті Цезарь кинотеатрына Россия нам тірсіледі деген Путинді пропаганда жасайтын киноға неге барады? Сіз бұл киноны көрдіңіз? Міне, сіз естімей тұрсыз ғой. Айқайламаңыз, маған дауыс көтермеңіз. Сіз неге менің сұрағымды неге бұрып жатырсыз? Қоғамдық халықтың атынан сөйлеп отырсаңыз, сіз деген өзіңіздің мәдениетіңізді сұраққа жауап беріңіз. Сөзді бұрмаңыз. Айқайламаңыз. Сөзді бұрмаңыз. Жауап беріңіз. Айқайламаңыз маған. Жақсы, айқайламаймын. Тыңдап отырмын. Сұраққа жауап беріңіз. Мен сізге түсіндіріп айтамын. Ол жерде Россияның пропагандасы болды деген дәлеліңіз бар болса көрсетіңіз.